Математика 1-ші сынып, 72-ші сабақ есептер шығару. Бүгінгі сабақта да біз мәтіндік есептер бойынша өткен сабақтардан алған білімімізді пысықтайтын боламыз. Бүгінгі біздің есептеріміздің негізгі тақырыбы Қазақстанның қалалары туралы болмақ. Ендеше 1-ші тапсырмаға берілген нұсқаулыққа назар аудара ғой. Нұсқаулығымыз міне тұр. Есепті шығар дейді. Оларды бір-бірімен салыстырамыз және әр есепке төменде берілген қысқаша жазылуы мен сұлбасын таңдаймыз. Яғни, мына тұрған қысқаша жазылу мен сызбалардың қайсысы қай есепке сәйкес келетінін. Алдымен асынан бастайық. Алдымен есептің берілгенін түсініп оқып аламыз. Сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. Нешеуі қалды? Бұл жерде белгілі сандар 8 бен 6. 8 ол ненің саны? 8 жаттауға берілген жалпы қаланың саны. Ол белгілі. Екінші, 6 ненің саны? Ол сырымның жаттап алған қаласының саны. Яғни 8 бен 6 бұл жерде белгілі. Нені табу керек біз? Не белгісіз? Оның сырымның, яғни неше тақпақты әлі жаттау керек екені белгісіз. Енді төмендегі сызбаларға және есептің қысқаша жазылуына қарай ғой. Қайсында 8 және 6 сандары белгілі? Дұрыс. Бірінші сызбада 8 және 6 сандары белгілі. Жаттауға берілген қаланың саны мен сырымның жаттап алған қаласының саны белгілі. Табу керек, не белгісіз? Әлі қанша қаланы жаттау керек. Оны табу үшін жалпы берілген қала атауынан, қала санынан сырымның жаттап алған қаласының санын азайтамыз. 8 бен 6-ның айырмасы 2-ге тең. Есеп қаланың атауы туралы. Жауабы: сырым әлі 2 қаланың атауын жаттау керек. Міне таптық. Келесі, әсіне қарай ғой. Есептің берілгенін түсініп қарап отыр, немесе менімен бірге оқы. Сырымға Қазақстан қалаларының атауын жаттап алу тапсырылды. Дәл жаңағында есеп, бірақ бұл жерде деректер әртүрлі. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. 2 қаланың атауы қалды. Оған барлығы неше қаланың атауын жаттап алу тапсырылды. Есебінде 6 және 2 сандары белгілі. 6 ол ненің саны? Сырымның жаттап алған қаласының саны. 2 ол ненің саны? Жатталмай қалған қаланың атауы. Сонда сырымға барлығы неше қаланың атын жаттау тапсырылған екен? Міне біз соны табуымыз керек. Төменде қалған 2 есептің қысқаша жазылуы мен сұлбасына қарай ғой. Бұл есепке қайсы сәйкес келеді? Қайсы қысқаша жазылуында 6 мен 2 сандары белгілі? Дұрыс айтасың. 3-ші қысқаша жазылуында. Бұл жерде жаттап алған қаланың атауы белгілі, жатталмай қалған қаланың атауы белгілі, барлығы қанша қаланың атауын жаттау керек? Сол белгісіз. Бұл есепті былай шығарамыз. Әрқашанда есепте барлығы деген сөз кездесетін болса, есіңде сақта. Ол кезде белгілі 2 сандарды қосасың. Жаттап алған қалаға, қаланың атауына жатталмай қалған қаланың атауын қосамыз. 6 мен 2-ның қосындысы 8-ге тең. Есеп қаланың атауы туралы. Жауабы: сонда сырымға барлығы, яғни жиыны 8 қаланың атауын жаттауға тапсырылған. Келесі, Б-сы. Сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Егер ол әлі 2 қаланың атауын жаттау керек болса, онда ол нешеуін жаттап алған? Бұл есепте енді бізде белгілі сандарымыз 8 және 2.
8 ол барлық жаттауға берілген қаланың атауы. 2 ол жатталмай қалған қаланың атауы. Нені табу керекпіз біз? Жаттап алған қаланың санын табуымыз керекпіз. Әрине, бұл есепке сәйкес келетін қысқаша жазба ол ортадағы екінші жазба. Барлығы тапсырылған қаланың атауы белгілі, жатталмай қалған қаланың атауы белгілі, табу керек сырымның қанша жаттағанын. Шешеміз. Ол үшін үнемі барлығынан белгілі санды азайтамыз. 8 бен 2-нің айырмасы 6-ға тең. Сырым сонда 6 қаланың атауын жаттаған. Міне, көріп отырғандай, 3 есепте сырым туралы және сырымға берілген, жаттауға берілген қаланың атауы туралы. Бірақ бұндағы деректер белгілі және белгісіз деректер әртүрлі. Сондықтан да бұл 3 есеп өзара кері есеп. Бұндай есепті сен тек қана берілгенін дұрыс түсінген кезде ғана қатесіз шығара аласың. Сондықтан да мен үнем айтамын. Мәтіндік есепті шығармас бұрын оның берілгенін түсініп бірнеше қайтара оқу керек. Одан кейін белгілі, белгісіз деректерді анықтау керек. Сосын барып табу керек мәселені шешу керек. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Есептерді оқы, әр есептің сұлбасын тап, есептердің шешуін жаз. Бірінші есептің берілгенін оқып аламыз. Одан кейін әр есепке сәйкес келетін сұлбаны табамыз. Сосын барып шешуін жазып шығатын боламыз. Бірінші, асына назар аудара ғой. Ұзындығы 60 см таспадан бірнеше сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 см таспа қалды. Неше сантиметр таспа қиып алынды? Есеп таспа туралы. Орысша айтқанда лента. Біздің алдымызда суретте таспаның қиылған бөлігі және қалған бөлігі, барлық бөлігі көрсетілген. Енді бірінші есептің сызбасын анықтау үшін белгілі сандарға қараймыз. А есебінде 60 сантиметр қиып алынған таспа бірнеше сантиметр қиып алынды. Яғни барлық таспаның ұзындығы, жалпы ұзындығы 60 сантиметрді құрап тұр. Енді қиып алғаннан кейін дейді, ол таспаның 20 сантиметр қалды деп тұр. Сонда біз табу керекпіз, қиып алынған бөлігін табу керекпіз. Енді сызбадағы белгілі 60 және 20 сандары белгілі сызбаны таба ғой. Иә, дұрыс айтасың. Үшінші сызбада 60 және 20 сандары белгілі. Міне, жалпы таспаның ұзындығы көрсетілген және қиып алғаннан кейін 20 сантиметр таспаның бөлігі қалған. Бізге қиып алынған бөлікті тап дейді. Ол үшін біз 60-тан 20-ны азайтамыз. Үнемі үлкен саннан, яғни барлық ұзындығынан азайтамыз. 60 пен 20-ның айырмасы 40 сантиметрге тең. Демек, қиып алынған ұзындық 40 сантиметрге тең. Әсін оқимыз. Таспадан 40 сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 сантиметр таспа қалды. Таспаның ұзындығы қандай болған? Яғни, таспадан 40 сантиметрді қиып алғаннан кейін 20 сантиметр таспа қалды дейді. Сонда ол таспа әу баста қанша сантиметр болған? Енді сұлбадан 40 және 20 деген белгілі сандарды таба ғой. Екі бөлігінде. Дұрыс айтасың. Бұл жерде барлық белгісіз, барлығы. Сондықтан да мына сызба сәйкес келеді. Міне,
қиып алынған бөлігі, міне қалған бөлігі, және әу баста бұл таспаның ұзындығы қанша болғаны белгісіз. Барлығын табу үшін үнемі біз белгілі екі санды қосамыз. 40 сантиметрге 20 сантиметрді қосамыз. 40 пен 20-ның қосындысы 60-қа тең. Яғни таспаның әу бастағы ұзындығы 60 сантиметр болған. Келесі. В-сын оқимыз. Ұзындығы 60 сантиметр таспадан 40 сантиметр қиып алынды. Неше сантиметр таспа қалды? Әу баста ұзындығы 60 сантиметр болған таспаның 40 сантиметрін қиып алғаннан кейін қанша сантиметрі қалды, соны табу керек біз дейді. Бұл жерде әрине В-сына ең бірінші сұлба сәйкес келеді. Себебі мұнда 60 және 40 сандары белгілі. Бізге барлық 60 сантиметр таспадан 40 сантиметрін қиып алғанда қалған бөлікті табуымыз керек. Ол үшін біз белгілі 60-тан, үлкен саннан белгілі екінші бөлігі 40-ты азайтамыз. 60 пен 40-тың айырмасы 20-ға тең. Сонда 20 сантиметр таспа қалған екен. Тапсырма. Үшінші тапсырманы орындап көрсету үшін маған мынандай қосымша бет керек болды. Сонымен тапсырманың берілгенін оқиық. Қосынды және айырма жаз дейді. Олардың мәнін тап, қалай тексеру керектігін түсіндір дейді. Қазір біз екі кестені пайдалана отырып, қосу және азайтуға өрнектер жазамыз. Олардың мәнін табамыз және оларды тексеретін боламыз. Алдымен бірінші кестемен жұмыс жасау үшін біз қосудың компоненттерін есімізге түсірейік. Қосудың компоненттері қосылғыш, қосылғыш және қосындының мәні. Енді кестеде егер бірінші қосылғышымыз 40 болса, екінші қосылғышымыз 30 болса, қосындының мәні нешеге тең дейді. Есептейміз. 40 пен 30-дың қосындысы 70-ке тең. Міне, қосынды жаздық, мәнін таптық, енді тексереміз. Өткен сабақта айтылғандай қосуды біз азайтумен тексереміз. Яғни шыққан саннан 70-тен қосылғыштардың бірін азайтып көрейік. Мысалы 30-ды азайтатын болсақ, екінші қосылғыш шығады. Дұрыстығын тексердік. Келесі өрнек. Бірінші қосылғышымыз 20, екінші қосылғыш 80. 80 болса, қосындының мәні қаншаға тең? 20 мен 80-нің қосындысы 100-ге тең. Қосуды азайтумен тексереміз. Шыққан саннан 100-ден 80-ді азайтамыз. 100 бен 80-нің айырмасы 20-ға тең. Тапсырманы дұрыс орындадым. Келесі, екінші кестеге назар аудар. Екінші кестені пайдаланып тапсырманы орындамас бұрын, енді азайтудың компоненттерін есіңе түсір. Бірінші бұл бізде азайғыш, екінші азайтқыш және теңдіктен кейін орналасқан бұл айырманың мәні. Егер азайғыш 90 болса, азайтқыш 30 болса, бұл айырманың мәні нешеге тең екенін табу керек. Ол үшін есептейміз. 90 мен 30-дың айырмасы 60-қа тең. Тексереміз. Азайтуды қосумен тексереміз. Яғни шыққан санға азайтқышты қосамыз. Сонда азайғыш, яғни азайтылатын үлкен сан шығу керек. 60 пен 30-дың қосындысы 90-ға тең. Өрнекті дұрыс есептедік, шештік. Келесі. Азайғыш 60 болған жағдайда, азайтқыш 50 болған жағдайда, айырманың мәні нешеге тең?
Өрнекті жаздық, мәнін табамыз. 60 пен 50-дің айырмасы 10-ға тең. Азайтуды қосумен тексереміз. Шыққан 10 санына азайтқыш 50-ді қоссақ, үлкен сан, азайтылатын сан үнемі үлкен сан болады. 60 шығу керек. 10 мен 50-дің қосындысы 60-қа тең. Міне тексердік. Осылайша тапсырмалардың барлығын орындауымызға болады. Кестемен жұмысты осылай жасаймыз. 4-ші тапсырма, өте оңай тапсырма. Карточкалардан сан таңда, қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр дейді. Кез келген санды таңдайық. Мысалға 2, 5 және 7. 2 мен 5-тің қосындысы 7-ге тең. Бұл өткен тақырыпты еске түсіру үшін берілген тапсырма. Қосылғыштардың орнына ауыстырамыз. 5 пен 2-ның қосындысы 7-ге тең. Себебі қосылғыштардың орнына ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Тексереміз. Шыққан 7-ден қосылғыштарды кезекпен азайтамыз. Алдымен бірінші қосылғышты азайтайық. Кейін екінші қосылғышты азайтайық. Егер шыққан саннан бірінші қосылғышты азайтатын болсақ, екінші қосылғыш шығады. Шыққан саннан екінші қосылғышты азайтатын болсақ, бірінші қосылғыш шығады. Бұл өзара кері амалдар, немесе мысалдар төрттігі деп аталады. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Келесі сабақта кездескенше.